Баршаларыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз writing a description of someone, жазылым, біреуді сипаттау тақырыбының аудармасы. Workbook, page number 13, 13-ші беттегі workbook, кітаптың ішіндегі тақырып. Окей, language point and or but. Бұл жердегі біз тапсырмада exercise number 1, бірінші тапсырмада шылауларды қойып шығуымыз керек, яғни мағынасына қарап міндетті түрде, and және or немесе but бірақ. Окей, the first sentence, бірінші тапсырмада. My dad is into drawing and watching films on TV. Менің әкем сурет салғанды қызығады, бірақ теледидардан фильм көргенді ұнатады деген сияқты. Окей, екінші. Laura has got her laptop, but болады. She hasn't got her mobile phone. Лаурада өзінің ноутбугі бар, бірақ оның ұялы телефоны жоқ. Окей. Үшінші. Do you prefer cycling or running? Сен жүгіруді немесе велосипед айдауды қалайсың ба? Or болады немесе. Төртінші. I've got two hobbies, tennis and swimming. Менде екі хоббиім бар, екі түрлі, біреуі теннис болса, және екіншісі жүзуден болады. Бесінші. I'm not mad about computer games or chatting on the internet. Мен компьютерлік ойындарды өте жақсы көремін, қатты қызығамын, немесе интернеттегі жазылым SMS жазғанды ұнатамын дейді. Немесе болады. Or. Алтыншы. I can't stand sport, but I like art. Мен спорттан өте онша жақсы емеспін дейді, онша шұғылданбаймын, спорттан нашармын деген мағынада, бірақ мен өнерді жақсы көремін дейді. Алтыншысы but болады. Okay, next exercise. Exercise number 2. Бұл жерде не істеуіміз керек? Бұл жерде бізде completed sentences, берілген 7 сөйлемді біз өзіміз сөзімізбен аяқтауымыз керек. Мысал түрінде үлгі ретінде сіздерге біріншісін беріп қойған. I've got 2 white cats and a black dog. Менде 2 ақ мысығым бар, және де бір қара итім деген сияқты мысал түрінде. Окей. She is interested in photography, but she hasn't got a camera. Осылай болады жауабы. Екінші. We are into manga comics and newspapers. Newspapers болады. Үшінші. I'm not mad about rock or metal. Metal болады. Төртінші. Peter has got a sister, but has a brother. A brother болады. Бесінші. Do you prefer blue or orange? Orange. Алтыншы. He's mad about skiing and swimming. Swimming болады. And the last one. I'm not interested in classical music or rock. Бұл жерде rock болады. Okay, next task, exercise number 3. Read the notes about Orlando Bloom, then complete the text. Бұл жердегі мынау берген Орландо Блум бізде бұл актер болып табылады, оны сіздер жақсы танисыздар. Бұл жерде сипаттап берген қысқа түрінде, және де мына жақтағы мәтіннің ішіндегі сол осы сипаттамадан алады екенбіз жауабын. Fact file. Name Orlando Bloom, аты жөні, есімі. From Canterbury, UK, яғни Canterbury қаласындағы Британиядан болады, яғни UK деген біріккен патшайымы. Ағырай family, отбасы, a sister, Samantha, яғни оның бір әпкесі бар, Samantha, аты Samantha. Pets дегеніміз үй жануары, яғни 2 иті, 2 dogs, Essa and CD. Ол 2 иттің аты
S және CD. Hobbies, хобби бар екен, surfing and snowboarding. Surfing және де snowboard. Ары қарай, not interested in, қызықпайтын нәрселері ол computers and internet. Интернетке қызықпайды екен. Ары қарай, favorite actors, оның сүйікті актерлары Johnny Depp болады және Brad Pitt. Ары қарай, және де favorite food, сүйікті тағамы пицца және паста екен. Окей, енді мына берілген тапсырманың ішіндегі сөздерді толықтырайық. Осы мынау берілген жалпылама сипаттамаға қарап. So, all about Orlando. Orlando Bloom is a famous actor and he's in the film Pirates of the Caribbean. Orlando Bloom has got a lot of fans in different countries. He's from Canterbury, a small city in the UK. And the first, now біріншісі, he has a sister болады, and her name's Samantha. He's mad about animals, and екіншісі, he has 2 dogs. Үшіншісін қазір тұрыңыздар. Their names are S and CD. He is also into sport. He likes surfing and snowboarding болады. Төртінші, he is not interested in computer or chatting to people on the internet. He prefers meeting his friends in a cave. At home, Orlando likes watching films or DVDs. His favorite actors are бесіншісі, сүйікті актері бесіншісі Johnny Depp and Brad Pitt. Мынау 5 болады мына жерде, екеуінің орны ауысып кеткен. And he likes Italian restaurant and he usually prefers to eat pizza or pasta. Алтыншысы бұл жерде to eat pizza or pasta болады. So, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушы белгіні басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.